Тынымбай Нұрмағамбетов, келін, әңгіме. Жаздың қысқа түндері апасы алғаш рет жоғарғы ауылдағы еламанның қызына құда түспек ойым бар дегенде, Тоқтас, ой әне бір қыз ба деп жақтыңқырамай қалған. Мектепте 2 класс төмен оқыған еді. Несі бар екен? Біреудің алақанына салып әлпештеп отырған қызы. Ой әдіре қал, сенің де біреуді менсінбей қалғаның деп апасы бірден жекіп ала жөнелді. Қолы сия боп гөрпілдетіп кең етек киіп жүруші еді. Қолы сия болса, содан бері жуған шығар. Сол етегін гөрпілдетіп әлі сүйретіп жүрмеген де болар. Уайымның түрін есі кіріп, енді келіншек алғалы отырған жігіттің сөзіне қара. Ой әдіре қал. Апасы көп тәжіркелесуді көтермейтін, мінезі шадыр адам. Айтты, бітті. Көп ұзамай Тоқтас Әлдібек деген жақын туысымен бірге жоғарғы ауылға қыз көруге барды. Баяғыда көріп едім дегенмен, адам өзгеріп кете береді екен. Қыз бой жетіпті. Бой жеткендігі болар, тіпті әдемі болып кетіпті. Тоқтастың өзі айран асыр қалды. Аяғында баяғы гөрпілдеген кең етек жоқ. Қасықтай биік өкше қара туфли. Қыз шай құйып, сымдай нәзік ақ сүйрік саусақтарымен шай құйылған кесені өзіне ұзатып отырды. Тоқтас сондай байқады. Қолдың баяғы сиясы кеткен. Сия демекші, мұндай қолды бір кезде сияғы былғанып, адам көргісіз болып жүреді дегенге сену қиын. Өзге түгіл, Тоқтастың өзі де сенбес еді. Әй, ол басқа бір қыздың қолы шығар деп ойланып қалар еді. Қыздың атын да ұмытып қалған екен. Шай ішіп отырып есіне алды. Нұршат. Бұрын оның атына да мән бере қоймаған екен. Ойлап қараса, ат біткеннің әдемісі осы. Ендігі жерде қыз ықыласы қалай екен? Әке шешесі не дер екен? Әу баста көнген сыңай білдіріп, келе-келе ойланып қарасақ, реті келіңкіремейді екен. Қызымыз жас, басы байлаулы көрінеді. Олай да бұлай екен деп, әңгіменің соңын пышыратып жіберетіндері жоқ емес деп ойлады. Ауылға қайтып келе жатып, атын шоқырқатып қайта-қайта оза берген Әлдібекке, Әлдеке қалай екен? Деді. Мұндағысы қыз туралы пікірін білгісі келгендіктен ғана емес, алда болатын той бағдарында айтып қалар екен деп дәмеленгені. Әлдібек томаға тұйық жуас кісі еді. Оқыс ой айтатындай түйіліп ұзақ отырып барып, келінім бұлдырықтың балапанындай сүйкімді бала екен деді де, Тоқтас қанша ынтыға түссе де, Әлдібек одан әрі үндемей қойды. Жоға, әлгі құдаларыңыз не дейді? Жауабын жеңешеме берер. Біздің міндетіміз келінді көріп қана қайту ғой деп, Әлдібек әңгімені Тоқтастың шешесі балымға сілтеді де, атын шоқыртатып тағы далға түсті. Енді Тоқтастың тезірек үйленгісі келді. Нұршат ұйықтаса түсінен, тұрса ойынан кетпей қойды. Түсіне баяғы аяғында гөрпілдеген етік киіп, қолы сия болып енеді де, кейде ақ сүйрік саусақтарымен бұған шай ұсынып отырады. Соңғы кезде құдалары түспегір қайтып айнып қалмаса етті деп уайымдайтын болды. Жақсы хабар айтып қалар ма екен деп апасының сөзіне құлақ түреді. Жоқ, Нұршат жайлы, той қамы туралы ештең айтылар емес. Ақыры шыдай алмаған соң, бір күні екеуден пеш жанында тамақ ішіп отырғанда, апа, анадағы әңгімелердің не болды осы? Деген. Жазға қалды ғой, жайлауға шыға той жасаймыз. Ой, деді Тоқтасты жырынып. Жайлауға шыққанша не заман? Апасы қайтып үндеген жоқ. Сөзім сөз дегенде міз бақпай отыра берді. Қайткен күнде де апасының шешімін өзгерткісі келмегендей, мал төлеткен кезде қолғабыс етер еді, деді Тоқтас тағы да. Апасы бұған зілмен қарады. Қарап отырды да, сандалған неме, деді. Сандалған неме? Қой, төлдетейік деп жатырмыз. Соған керек болып тұр. Қызыңды тезірек бере қал деп, кісі біреуге құда түсем екен. Қолы сия, етегі кең деп кекірейіп едің, енді қайдан асық бола қалдың? Тоқтас төмен қарады. Одан әрі апасына тағы да бірдеңе деуге батылы жетпеді. Бар болғаны іштей, апамда қызық. Жайлауға шығып, жалғыз үй отырып той жасағанда нендей тамаша болады деп жүр екен, деп ойлады. Жайлауға шыға тойлары болды. Тойға жиналған тума жекжаттар 2-3 күннен кейін тарасты да, айдаладағы жалғыз үйде апасы Нұршат үшеуі ғана қалды. Жайлауға шығып жасаған тойдың қызықсыз көрінетіндей болып жүргені әншейін ғана нәрсе екен.
Әрі беріден соң Тоқтас жалғыз үй отырғып үйленген қызық па деп қалды. Нұршат тіпті құлпырып кеткен. Әлдібек екеуі барып көретін жолда әншейін-ақ екен. Тап қазір оған теңсер сұлу дүниеде жоқ сияқты. Отырғаны қандай, тұрғаны қандай, шәйі көйлегі сусылдап үйді айналып, әрлі-бері жүргені қандай. Тоқтас өз келіншегіне өзі таңырқап, аузы ашылып қарайды да отырады. Азаннан кешке дейін қарауға жалықпас еді. Әттең, қой бар. Азанда кетіп кешке келу керек. Той өткеннен кейінгі 2 күн қатарынан қойды маңайға тастап, үйге келіп түсетін жүрді. Қарын ашқандықтан ғана емес, үйге қарай аңсары ауады да тұрады. Нұршатты көргісі келеді, Нұршаттың даусын естігісі келеді, Нұршаттың қолынан бірдеңе жегісі келеді. Алғашқы 2 күнгі келгеніне апасы да үндеген жоқ еді. 3-ші күні аттан апыл-ғұпыл түсіп жатқан Тоқтасқа: «Ей, келіншегіңді қасқыр жейді деп қорқасың ба? Үй маңынан шықпай қойдың ғой. Келіншегің жанында дардай кемпір отырғанда қасқыр да ойланатын шығар. Үй маңына жайған мал оңала ма?» деді апасы. Тоқтас үндемей қалды. Атының шылбырын қазыққа байларын әлде қайтадан кетерін білмей біраз тұрды. «Енді тамақ ішпейміз бе?» деді, күңк етті. «Күн сайын үйінен түстеніп жүрген қай қойшыны көрдің? Қойшының күнделікті тамағы бір таба нан мен бір қарын айран». Апасының сөзіне ашуланып, қайтадан қойға кетуге бет алып, атының шылбырын ердің басына іле бергені сол еді. Апасы тағы да: «Келгеннен кейін несіне қайтасың енді?» деді. Сонан соң ошақ басында жүрген Нұршатқа дауыстап: «Нұршат-ай, мынауыңды кешке дейін аман есен жететіндей етіп тойғызып жібер» деді. Қанша намысқа бекінсе де, Нұршаттың аты аталған соң-ақ Тоқтас қайтадан жуасып қалды. Ерінің басына іле берген шылбырды қолына алып қайта алды. Әсіресе апасының өзінің Нұршатқа теліп «мынауың» дегені көңілін жібітіп жіберді. Үйге кіріп тамақ ішті. Тамақ ішіп жатқанда келіншегі шай көйлегі сусылдап кеп жанына отырды. Үлбіреп отырғаны қандай. «Апам киіп тастады өзіне, ештеңе етпес» дегендей жәудіреп қарағаны қандай. Тоқтас ішіп отырған тамағына қараған жоқ, келіншегіне қараумен болды. Қараған сайын елітіп, еріп барамау. Немене? Әрі бірден соң апама ергіскенде қойға бармай-ақ қойсам бекен деп те ойлайды. Бірақ оған шама қайда. Кешке дейін емес, тап бір келер жылға дейін кетіп бара жатқандай келіншегіне телміріп, қарап алды да сыртқа шықты. Атына мініп қойына кетті. Содан кейін-ақ түскі тамаққа келуді қойды. Апасы айтқан бір табанан мен бір қарын араны алып таңертең кеткеннен кешкісін бірақ оралады. Бір көңілі сәтін пайдаланып: «Апа, түсте ыстық тамақ ішпеген соң болмайды екен. Нұршатты түсте бір мезгіл маған жіберіп тұрсаңыз қайтеді?» деп еді. Апасы бетіне қарап отырып: «Сандалға неме?» деді. «Сандалға неме-ау, күйеуіме ыстық тамақ апара жатырым деп тау-тасты аралап жүрген қай қойшының әйелін көрдің?» Тоқтас қайтып үндемей қалды. Жайлауға шыққан соң үйленсе көңілдері елегізетіндей, зерігетіндей болып жүргенде әншейін ғана нәрсе екен. Әрі беріден соң кейде апасы да артық болып көрінеді. Апасының көзінше келіншегіне артық ауыз сөз де айта алмайды. Кейде оңашада келіншегін құшақтағысы келіп, еркелеткісі, яғни оған еркелегісі келіп жақындай берсе болдақ, киіз үйдің есігін айқара ашып, апасы кіріп келеді де екеуі де қысылып қалады. Мұндайда Тоқтас ішінен «Ой, апамды бір» деп жаратпаған сыңаймен теріс айналып, әлде бір жола сыртқа шығып кетеді. Бұрынырақта келін алсам, онда барам, мұнда барам, баратын жерім көп деп апасы үйде тұрмайтындай сөйлеуші еді. Енді үндемейді. Тоқтас іштей баратын жағына бармай мекен деп ойлайды. Бірақ айтуға батылы жетпейді. Ақыры шыдамы жетпеген соң бір күні оңашада Нұршаттан: «Апам ешқайда барам демей ме?» деді. «Барам» деді ғой. Қашан барады екен? Жақында. Тоқтас іштей қуанып қалды. Апам кетсе, мен жалғыз өзім қорқатын шығарым деп Нұршат уайым білдіргендей болып еді. «Қорықпайсың, жаныңда боламын» деді. «Қойды қайтесің?» «Ой, сол да пәле болды-ау» дегенде Тоқтас бір ауық үндемей қалды да: «Апам әуелі кететін жаны кетіп болсыншы» деді. Ақыры апасы қыдырып қайтуға бекініп, жол жабдығына әзірленіп бола бергенде автодүкен келе қалғаны. «Сатузы шайым» деген сөзге ерлеу қылжақпас кісі еді.
той кезінде бір топ адамның көзінше Тоқтасқа: «Ей, шыныңды айтшы, келіншегіңді жақсы көресің бе, әлде апаңды жақсы көресің бе?» деп жаудай састырған. Сасатын да жөні жоқ еді. Әйтеуір дегбірі қашып Тоқтас «апа» деп апалақтай берді де Нұршат деп қалғаны. Нұршат деген сөздің аузынан қалай шығып кеткенін де байқамады. Нұршатты жақсы көргендігі ме, әлде апасын ғана айтса Нұршат өкпелейтіндей сезілді ме? Жұрт ду күлді. Және жай күле ме, баз біреулері әр нәрсені айтып Тоқтасты мазақ еткендей болды. Баласының балалығына апасы да қызықтап, есі жоғау екеуін де жақсы көремін демейсің бе деп боған болысып жатыр. Содан кейін-ақ шәйімді жаратпай қалған, жаратпағанда да не істейсің? Бұрын соңды араласып жүрген ағайын. Оның бер жағында енді апасы соның машинасымен кетеді. Қайтып әкеліп салатында болар. Сондықтан Тоқтас кабинадан түсер-түспестен шәйімнің алдынан шығып сәлем берді. «Қалай бала?» деді. Шәйім сол қалжақпас қалпымен, мұның созған қолына ала беріп, сол өзімен меңдеп тұрған бұлдыр күйде «Жақсы ғой» деді. Тоқтас сол қолының саусақтарымен басын қасып тұрып. Деп ол тағы да баласынғандай сыңаймен Тоқтасқа күле қарап тұрды. «Келінге бірдеңе аласың ба?» Тоқтас «Алмаймын» деп алмады. «Алам дейін десе, осы қу тағы да мазақ етеме» деп қауіпсінеді. Өйстіп тұрғанда сөзге анасы келіп араласты. «Әй, сен жүгірмек, менің баламды неге айналдыра бересің? Сенің де келіншек алған кезіңді білеміз. Үйленгеннен соң бір жеті өткенде ағаңа келіншегімнің нан пісіріп, көже істеуден қолы босамайды. Енішімізді беріңіздер деп бүлк ел жұртқа күлкі болып едің. Енді сен де біреуді мазақ етуге келдің-ау». «Қойдым жеңеше, қойдым». Шәйім сөз соңынан арсыз күлкіге жеңдірді. Сол күні кешкісін апасы Шәйімнің автодүкені мен совхоз орталығына кетті.